Қайырлы таң, құрметті достар, құрметті ағайындар, баршаңызды келіп жеткен Рамазан айымен құттықтаймын. Баршаңызға осы айда тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын деймін. Бүгін 5-ші күн, қателеспесем. 5-ші күн. Негізі 1-ші күн бастауымыз керек еді, белгілі бір себептермен жасай алмадық. Сондықтан техникалық мәселелер болды, сосын отбасымызда бір мәселелер болды. Сонымен Құдайға шүкір осы дүйсенбі күні бастап отырмыз. Қазір керемет сабақ болады. Адамдар толық кіре берсін. Бір 3-4 минут әңгіме айта тұрайық. Баршаңызды көріп отқаныма қуаныштымын. Құдай қаласа, енді барынша керемет деңгейдегі сабақ өтуге тырысамыз. Бұл білімді сіздер көп жерде бере бермейтін, көп жерде айтыла бермейтін, жұрттар миллиондап, 1 миллион, 2 миллионға сатып жүрген білімнің барлығын шын көңілден ашық, осы кезге дейін жиған терген білімнің барлығын беретін боламыз. Оның ішінде қалай өмірде бақытты болуға болады, қалай ақша табуға болады, қалай көп ақша табуға болады, қалай бизнес жасауға болады, не сатамыз, не қоямыз, командаға кімді аламыз деген сияқты барлық тақырыптарды қамтимыз. Енді 30 күн деген аз уақыт емес. Негізі 10 мың адамға ниет еттік. Негізі көрген, білген адамдар 10 мыңнан асып кетті. Енді 200-300 мың адам білді сабақ болатын. Бірақ соның ішінде ниет білдірген бір 4-5 мың адам шықты. Оның ішінде топқа бір 1000 шақтысы ғана қосылды. Қалғандары қосыла алмады, кіре алмады, әйтеуір. Ештеңе етпес. Енді Инстаграм ашық, Инстаграмда. Дауысым шығып жатыр ма айтпақшы? Дауысым шығып жатыр ма? Дауысым шығып жатыр ма? Жатыр ма? Дауысым шығып жатса, плюс қойып атқандарыңызға рахмет. Жайлап сабақты бастай берейік онда. Сабақты жайлап бастай берейік. Адамдар Құдай қаласа кіре берер. Енді жалпы осындай бір керемет сабақ өтетін кезде, керемет бір жақсы нәрсе бастайтын кезде осындай кедергілер, осындай бір проверкалар дейді, осы сынақтар келеді. Сондықтан оған мән бермеңіздер. Будильник шырылдап кетеді, интернет дұрыс істемей қалады деген сияқты. Ең бастысы ниетіміз түзу. Менде барлығы дұрыс істеп тұр. Қолдан келгенше енді қатысайық. Жазатынды өшіріп тастайын мен онда, комментарийді өшіріп тастайын. Болды. Енді ешкім жазбайды. Жалпы бұл сабақты қандай мақсатта жасағымыз келді? 30 күн, енді осыған дейін қанша адамға білім беріп жүрміз. Сондағы адамдардың барлығының көбінің жағдайы жоқ, бәрі минусқа кіріп жүр. Біраз адам қарызға кіріп кеткен. Өмірде қиындықтар жатыр. Жалпы 10 мың, 20 мың, енді менің өзімнің білімімді мен кемі 500 мың теңгеден бастап 2-3 миллионға дейін сатып жүрген адаммын. Жеке-жеке жұмыс істеймін да, мен көп адаммен жұмыс істемеймін. Сосын бір халыққа осы ораза айында ізгі ниетте бір пайдамыз тисін, бірдеңе үйретейік, көрсетейік. Халыққа қазіргі заманда барлығы бірді сататын болып кетті, барлығы сатады. Оған қалса тегін деп шақырып алып, жаңағыдай алдап солап сатып жіберетін сондай махинациялар, манипуляциялар көбейіп кетті. Мен бұл 30 күн бойы әрине арасында жұмыс істейтін бір партнерлік, франшиза деген сияқты кейбір ұсыныстар болуы мүмкін, бірақ оны сізге алмасаң болмайды деп жағасынан алып, ондай болмайды. Жағаңнан алып, алсаң ал, керемет болады. Мен мына 30 күнде еш нәрсе айтқан жоқпын. Мен тағы бір 30 күн оқысаңдар сұмдық болып кетесіңдер деген ондай құр сөз, бос уәде болмайды. Нақты фактпен сөйлейміз, нақты. 30 күнде мен осы кезге дейін жиған терген білімнің бәрін беріп тастаймын. Жеке жұмыс істегенде де осы білімді берем.
менімен офлайн сөйлессеңіз де осы білімді беремін. Енді онлайнда кішкене тірілей болмағаннан кейін сәл эффекті басқаша болуы мүмкін, бірақ осыған дейін жиған келген білімнің барлығын осы 30 күнде беремін. Және ол 100% Алланың разылығы үшін, сіздердің риза болуыңыз үшін шын көңілден 100% жеңілдікпен 0 теңгемен оқимыз. Сіздерден мен ештеңе талап етпеймін, үй жұмысын беремін, бүйтем, бірақ өздеріңіз білесіздер, тапсырма орындасаңыздар нәтиже болады. Өздеріңіздің әркім өзіне қандай қарым-қатынаста болса, жұртқа сондай қарым-қатынаста болады дейді. Сондықтан мен сіздерден ештеңе талап етпеймін, мен сіздерден ештеңе күтпеймін. Керісінше өзім бір нәрсе беруге тырысам, көбірек білім беруге. Барынша 30 күн бойы таңертең ерте тұрудың өзі үлкен жетістік. Сенбі, жексенбі болсын, демалыс болсын, басқа болсын, таңертең 7-де тұрып сабаққа қатысуымыз керек. Бір кісілер айтып жатыр, бізде жұмыс 6-та маршрутта боламыз. Құлаққа наушник тығып аласыз да қарай бересіз, ешқандай мәселе жоқ. Жұмыстың бәрі 9-да 10-да басталады негізі ресми түрде. Сондықтан амалын тауып, таңғы сол 7-де бір құрып баратқан жұмыс жоқ шығар. Неге енді 7-ге қойдық? Өйткені батыс өңірде қазір 6 ол жақта. Сондықтан соларға ауызашармен қатты ауыз ашып отқан кезде қабаттасып мен отырмайын деген сияқты соның бәрін ескеріп қойдық. Негізі Алматы уақытымен 6-ға қойғымыз келген, бірақ ол кезде батыстың уақытымен 5 болып кетеді. Ол кезде кішкене ауызашар сәресінің уақытымен проблема болады. Сондықтан осы 7 ең дұрыс вариант деп қойдық. 30 күн қатарынан 7-де тұратын болсаңыздар, өмірге деген көзқарастарыңыз өзгеріп, кәдімгі жаңа деңгейге көтеріліп кетесіздер. Сосын мен сабақты сақтамаймын. Сабақты сақтасам сіздер қарамайсыздар, мен оны қанша жылдық тәжірибемнен білем. Кеште қараймын, күндіз қараймын, ертең қараймын деп жүргенде сабақты 30 күн бойы сабақты қорыта алмайсыз. Сондықтан уақытында қараған нәрсе, тамақты уақытында жейміз ғой. Түскі асты түскі уақытта жейміз, таңғы асты таңғы уақытта жейміз. Мына түскі асты 1-2 аптадан кейін қосып келесі аптада жей салайын деген болмайды. Асқазаныңыз ауырып тұрады. Ұйқыны уақытында ұйықтайсыз. Сол сияқты әрбір нәрсені уақытында істеу керек. Сабақты да солай алу керек. Енді менің есімім Нұрлан Жанай. Өзім таныстыратын болсам, жалпы мамандығым, бірінші мамандығым аудармашы. Өзбекстаннан көшіп келген оралманмын. Алматыда тұрып жатқаныма 14 жыл болды. 14 жыл. Сол Өзбекстанда оқыдым. Сол жақта мектепті жақсы оқыдық. Түгел 5-пен оқыдым. Енді Өзбекстаннан, Қаралбастаннан, Нөкістен көшіп келген қазақтар болса, мен білет қандай деңгейде оқығанымды, өте жоғары деңгейде оқыдым. Енді сол жақтағы ең бір үздік емес, ең үздігі болдым өзімнің қатарластарым арасында. Телевизорден де шықтық, газеттен де шықтық. Мектепті толық 5-пен бітірдім мен 9-шы сыныпқа дейін. Сосын 3 жыл лицейде оқыдым, академиялық лицейдегі менің мамандығым шет тілдер болды. Ағылшын тілінен аудармашы менің бірінші мамандығым. Мектепте ағылшын тілінен олимпист болдық, математик болдық, шахмат жақсы ойнадым, футболмен айналыстым, дзюдомен айналыстым деген сияқты неше түрлі спорттармен айналыстық. Шахматтан біраз жетістіктерге жеттік, футболдан жақсы жетістіктерге жеттік. Сөйтіп 2009 жылы Алматы қаласында халықаралық IT университет деген ашылды. Соған грантқа түсіп, сол жерде де аман-есен әйтеуір бітіріп шықтық. Ол жерде де алғашқы 2 жыл мен жақсы оқыдым. 3-4 курста енді кішкене отбасылы болдық, өйттік. Сонымен бизнеске кірісіп кеттім мен 2-ші курстың аяғында. Содан бастап бизнес 2011-ден бері бизнеспен айналысып жүрмін. Бизнеспен айналысқанда ең бірінші ағылшын тілдерін оқытатын, қазақша оқытатын орталық ашып бастадық, жаңа ой орталығы деген. Сосын неше түрлі қазақша сайттар жасадық. Қазақша Википедияда мен администратор болып істедім. Әкімше дейді, администратор. Қазақша Википедияны кәдімгідей дамытуға үлес қостық. Мына қазақша Википедия дамығаннан кейін Google переводчик дейді ғой. Сол Google аудармашы деген қазақша сөйлей бастады. Фейсбукта үлкен қоғамдық, мемлекеттік, саяси, діни, тілдік проблемалардың барлығын қозғадық, жастар мәселесін қозғадық. Енді бір адамдай мен Фейсбукта 2011-ден бастап шамамен сол 2021-ге дейін 10 жыл белсенді болдым. Сосын саясатта әріңгі сынап міне бергеннен пайда жоқ қой деп мен Фейсбуктан кеттім соңғы жылдары. Қазір тек Инстаграмда осындай пайдалы контенттер жасаймын. ТикТокта көріп жүрсіздер. Сөйтіп шет тілдерін оқытумен қоса, одан кейін сайттар жасап қазақша контенттің дамуына үлес қостық. Өте үлкен сайттар жасадық. Бизнес саласында Блог Тайм деген блог платформамыз болды. Бизнес News KZ деген сайт болды. Спорт News деген сайт болды. Кас Fashion деген сайт болды. Театр Лайф деген сайт болды. Медицина туралы жазатын iMedicine деген осы сайттардың барлығын мен өзім 1-2 жылда жасап шықтым.
маркетинг деген нәрсені, интернет маркетинг деген нәрсені 2011-ден бері қолданамын. Mail.ru-дан бастап SMM деген нәрсені үйренгенбіз, көргенбіз. Үлкен министрліктердің, акиматтардың, үлкен мемлекеттік құрылымдардың SMM дейді, интернет маркетингін жасап шықтық. Үлкен мұнай компанияларында, құрылыс компанияларында жұмыс істедім. Өте үлкен жобаларды жасадық. Әншілер, мықты еліміздегі әншілер, мысалы Қайрат Нұртас деген сияқты жігіттердің SMM жасадық кезінде. Сол өте үлкен деңгейде проекттеріміз бар. SMM саласында ең алғаш болып 2018 жылы Сиқырлы SMM деген кітап жазғам. Енді қазіргі Тілбіл деген компаниям бар. Тілбіл деген компаниямызбен 100 мыңнан аса адамға шет тілдерін қазақша үйреткенбіз. Оның ішінде ағылшын тілі бар, түрік тілі бар, орыс тілі бар, кәріс тілі бар, араб тілі бар, Қытай тілі бар деген сияқты бір 7-8 тілде қазақша оқыттық. Тілбіл деген платформамен қаншама елдің сауатын аштық. Сосын онлайн педагог деген жобамыз болды. Карантин басталған кезде бір 5-6 мың мұғалімге тегін оқытқанымыз бар, ақылы оқытқанымыз бар. 10 мың теңге болды. Сол 2 мың теңгеден 10 мың теңгеден сондай аз ақшамен оқыттық. Қазақстандағы мектептердің барлығы карантинге жабылып қалып, ойбай, енді не істейміз, қайда барамыз, қалай оқимыз, қалай білім аламыз деп жатқан кезде мен мыңдаған ұстаздарға көмектестім. Ол кезде де басында 2-3 мың адамға тегін оқыттық. Сосын сәл-пәл бізге де жүріп тұруға ақша керек болғаннан кейін ақылы қылып жасадық. Сөйтіп онлайн педагог деген үлкен курс шықты. Мұғалімдердің біразы біледі, сол кезден бастап сыйлайды. Әйтеуір біз қалай онлайнмен жұмыс істеу керек, қалай интернетпен жұмыс істеу керек, қалай WhatsApp, YouTube, Google Meeting деген сияқты Zoom-мен қалай сабақ беру керек, барлығын үйреттік. Сөйтіп келе жатырмыз. Енді қазіргі таңда мен квантовый скачок, энергия деген тақырыптарды зерттеп жүрмін. Және бұл квантовый скачок, энергия деген нәрселердің барлығы біздің ешқандай салт дәстүрімізге, қазақтың болмысына, дініне, діліне ешқандай қайшылық жоқ. Мен яғни сіздерге бір басқа бір жақтан бір непонятный бір басқа діннен немесе басқа бір менталитеттен басқа бір нәрсені миларыңызға құйып, ондай улау, ондай нәрсе жоқ. Барлығының ғылыми негіздемесі бар. Сенбесеңіздер видеоға түсіріп алып, кез келген адамнан сұрақ көрсеңіздер болады. Квантовый скачок деген нәрсені, энергия деген адам қалай таңертеңнен кешке дейін энергиямен жүреді, мысалы. Бізде уақыт барлық адамда 24 сағат. Барлық адамдарда 24 сағат уақыт. Барлық адамдарда 24 сағат уақыт бар. Бірақ біреу 5-6 адаммен кездесіп, 5-6 жерге барып, барлығына кіріп шығып, бала шағасына да үлгеріп жатады, жұмысына да үлгеріп жатады, ақша да тауып жатады. Қалай дейсің да, біреуге уақыт жетпейді, біреуге барлығына үлгереді. Өйткені бір адамда энергия бар, бір адамда энергия жоқ. Біз уақытпен өлшемеуіміз керек өзіміздің күш қуатымыз. Біздің өмірімізге жетістікке жетуіміз, біздің баюымыз, біздің қарыздан шығуымыз, біздің жаңа деңгейге көтерілуіміз ол біздің энергиямызға байланысты. Энергияң тасып тұрса, осылай сабақ өтуге мүмкіндік болады. Энергияң болмаса, қойш дейсің да отыра бересің. Мыңдаған адамнан келетін сұрақтары бар, біреу түсінбейді, біреу видеозвонокпен звондап жүреді, біреу жаңағыдай анау не, мынау не деп. Мен жаздым мына марафонға қосылатын кезде. Комментарийге де, дайректке де жазыңыздар дедім. Біз комментарийге жазған адамдарға өзіміз жазсақ, ол адам жазбай біз жазсақ, мына алгоритм, Instagram алгоритм ойлап қалады екен. Мыналар өздері спам таратып жатыр деп. Сол үшін біз спамнан қашу үшін кім дайректке жазды, дайректке жазған адамдардың барлығын топқа қостық. Енді сілтемені жібергенде оған қосыла алмай қалып тағы бір деңгейлер болса, оған енді біздің кінәміз жоқ. Енді техникалық мәселе, жайлап адамдар қосылып жатыр. Сосын ол топқа қосылсаң да, қосылмасаң да сабақ осы жерде өтіледі. Бірақ топта мен тапсырмалар берем, қосымша мүмкіндіктер берем. Сол жерде кері байланыс жасаймын. Мына сабақта қолданылған материалдың барлығын берем. Яғни тарата беріңіздер, пайдалана беріңіздер, курс қылып жасайсыңдар ма, өздеріңіз біліңіздер. Яғни мен ештеңені аямаймын, қызғанбаймын, шын көңілден бөлісемін. Енді адамдардың барлығында уақыт бар. Илон Маскта да сол 24 сағат, сізде де сол 24 сағат, менде де 24 сағат. Динара Сатчанда да постоянно тынбай бірдеңелер істеп жүреді. Сол кісіде де 24 сағат. Барлық адамда сол 24 сағат. Бірақ біреу сол уақытта байып үлгеріп жатады, бала шағасына да үлгеріп жатады, бала бағып та үлгеріп жатыр, шайын енесінің де көңілін тауып үлгеріп жатыр, туысқанмен де араласып жатыр, сабақ та беріп жатыр, бәріне үлгереді, біреу үлгермейді. Өйткені бір адамда энергия бар, бір адамда энергия жоқ. Біз энергиямыз
біткен кезде негізі өледі екенбіз да қайтыс болады екенбіз. Жалпы адамдар бар, энергиясы бар адамдар бар, уақыты бар адамдар бар. Біз уақытымыз біткен кезде қайтыс болмаймыз, біз энергиямыз біткенде негіз не қыламыз да, өліп қаламыз, яғни мертвый болып жүреміз, өлі болып. Өмірде өлі адамдар өте көп. Тірі да вроде жүр, бірақ өмірінде мән мағына жоқ, күнде бүйтіп түңіліп жұмысқа барады, айлығын алады, қайтады, барады, қайтады. Ешқандай өмірінде қызық нәрсе жоқ, мән мағына жоқ. Ол адам тек өзінің қашан көмілетінін ғана күтіп жүрген адамдар ғой, былайша айтқанда, Құдай сақтасын. Сондықтан біз энергиямыз біткен кезде өлеміз, уақытымыз біткен кезде не істейміз? Көмілеміз. Сондықтан бізге энергия керек, біз тірі адам тіршілігін жасау керек деген сөздің мағынасы, сен тірі болып жүрсің ба, әлі көмілген жоқсың, жердің астына түскен жоқсың ба, сен до конца өмір үшін күресуің керек, сен соңына дейін жақсылыққа ұмтылуың керек. Сен тірі болып жүрсің ба, ұйқыдан ояндың ба аман есен, демек сен тек қана алға жақсы нәрселерді ойлап, жақсылық жасаумен ғана айналысуың керек. Болмаса сен ана жердің астында жатқан адамдардан ешқандай айырмашылығың қалмайды, өйткені сен мертвыйсың да, бүйтіп жүресің. Сондықтан квантовый скачок деген нәрсе тез даму деген нәрсе да. Квантовый скачок деген 100 мың тауып жүрген адамның 5-6 айда немесе 2-3 айда миллион теңгеге шығып кетуі. Немесе миллион теңге тауып жүрген адамның санасында бір өзгерістер болып, түрі өзгеріп, іс-қимылдары, әдеттері өзгеріп кету арқылы, жүрегі бір кеңейіп кету арқылы оның үлкен жетістікке жетуін квантовый скачок дейміз. Квантовый скачок деген нәрсе ғылымда квантовый физика деген бар, квантовый механика деген нәрселер бар. Биыл өткен жылы 2022 жыл физика саласында Нобель сыйлығын квантовый запутанность деген тақырып алды. Яғни қазір майда нәрселер мына жердегі нәрсе мен мына жердегі нәрсенің егер энергиялары бір-біріне ұқсас болатын болса, бұлар бір-бірін тартады деген сөз бар. Яғни сіз жақсы нәрсені ойласаңыз, жақсы нәрсе тартасыз. Жаман нәрсені ойласаңыз, жаман нәрсе тартасыз. Маған білім беретін адам болса ғой, менің сияқты дамитын орта болса ғой деп жүрсеңіз, сізге сондай нәрселер тартылады. Мен кредитімді қашан төлеймін, мен қашан қарызға батып кетемін, қашан мені келіп адамдар қорлайды екен деп жүрсеңіз, қорлана бересіз. Сондықтан квантовый скачок деген бізді күнкөрістен 2 еседен бастап 10 есе, 100 есеге дейін біздің дәрежемізді көтеретін, табысымызды арттыратын квантовый скачок деген сондай бір термин ғой енді, термин. Googleға кіріп, интернетке кіріп, қарап көрсеңіздер болады. Квантовый скачок, квантовый мир, квантовый поле деген. Әрине бірден түсінбейсің, ең ашып кетеді. Терминдермен жазылады, ғылыми тілде жазылады. Сондықтан мен осы квантовый скачок деген тақырыпта алғашқы мына марафон дейміз бе, марафон дейін десең, бірақ арзан құны жоқ нәрсе сияқты, курс дейін десең 30 күн қатарынан курста бола бермейді, мысалы. Сондай бір керемет бір мүмкіндік дейікші, білім алатын осындай бір керемет челлендж деп айтайық, челлендж бір марафон дейік, маңызды емес. Ең бастысы ниет, сабақтың ол атында тұрған ештеңе жоқ. Енді квант әлем дегенде бізде фантастика деп көреді. Ана киноларда бір супермендер келіп біреу ұшып бара жатады, біреу не қылады. Оның бәрі сол квант әлемде. Яғни оны тікелей мағынада түсінбеу керек та. Яғни адам аспанға өрмелеп кетеді деген сөз. Сен өрмелеп кететін қасиетің пайда болады деген сөз емес. Адам қиялмен өрмелеймін десе өрмелей алады. Міне мына жерде 15 қабат, 16 қабат үйлер тұр. Осыдан 100 жыл бұрын 15 қабат үй саласын, 50 метр үй саласын десе адамдар сенбес еді. 1000 метр, 2000 метр жоғарыда самолетпен ұшып жүресің десе ешкім сенбес еді. Бұның барлығы сол адамдардың қиялынан туындаған, бұл адамдардың өздерінің потенциалын пайдаланғаннан туған нәрсе. Яғни квант әлем деген фантастика деп қараймыз, сол фантастика қазір шындыққа айнала бастады. Яғни кеше ғана бейшара болып күнін көре алмай жүрген, 3 баласын асырай алмай жүрген әйел 2 жылдан кейін сізге курсқа шақырып, Дубайға көшіп кетіп, бір арабқа, немесе бір америкалыққа, немесе бір қазаққа, маңызды емес, ұлты маңызды емес, біреуге күйеуге шығып, вақытты болып сізге қалай өмір сүруді үйретуі мүмкін. Бұл 1 жыл 5-6 айдың ішінде болып жатыр айналамызда. Мынау деген өткен қай бір жылы қарызға батып, әрең күнін көріп жүрген адам еді ғой деп сен күлесің, бірақ ол айтады ғой, ол саған күлесің, сен оған күлетіндей дәрежеде емессің да, бірақ олдың деңгейі кетіп қалған аспанға. Қазіргі заманда барлығы тез болып жатыр. Барлығы тез болып жатыр, тез дамып жатыр адамдар. Квант әлем деген сондай тез болады барлығы. Ойланып жүретін заман емес. Тез іске кірісу керек, тез істеп кету керек, ойланбай істей беру керек. Нәтиже деген тез беріледі. Біз
Бұрындары жаңағы тілегің 1 жыл 2 жылда қабыл болса, қазір 1 күн 2 күнде, 1 аптада, 2-3 сағатта қабыл болып кететін заман болып жатыр қазір. Барлығы өте жылдам. Технология дамып кетті, адамдардың санасы дамып кетті. Адамдар бұрынғыдай аңғал емес, адамдар барлығын біледі қазір. Ақылды болып кетті адамдар. Сондықтан квант әлем деген фантастика болып көрінуі мүмкін, бірақ сол фантастика қазір шындыққа айналып жатыр. Ғажайып. Біз бәріміз ғажайыпқа сенеміз. Біз бала кезде ертегі оқып өстік. Сонда ерте өстік деген болады жаңағы. Әрбір қадам басқан сайын өсе береді, өсе береді. Тау, жаңағы көлтаусар деген бар. Бір адам тұрады да көлді ішіп қояды. Желаяқ деген бар. 6 секундта, 6 секундта жүгіріп келеді. Мұның барлығы мына Американың Марвелдің киносындағы Супермен, Спайдермен, Бэтмен, Сетмен дегендердің бәрі қазақтың ертегісінде бар нәрселер. Америка оны ойдан құрастырып, комикс қылып шығарып жатса, біздің өзіміздің батырлар, өзіміздің жаңа ертегілердегі ғажайыптар жетеді. Бірақ біз не бұларды ұмытып кеттік. Біз кішкене сәл бір басқа елдердің, басқа бір жамағаттың дейма, сондай бір басқа ертегілерге сендік та өзіміздің историямыздан, өзіміздің тарихымыздан, болмысымыздан ажырақ қылдық. Бізді мына соңғы 100 жылда ашаршылығы бар, басқасы бар, орысы бар, орыстан алдында басқа анау келіп бір талат, мынау келіп бір талат. Біз өздігімізді жоғалтып алдық. Бізге ғажайыпқа сену несімен керек? Біз ғажайыпқа сене бастаған кезде бізде тек қазір сен қанша миллион қарыздасың, сен 5 жылдан бері қарыздан шықпағансың, немесе сен 10 жылдан бері күнде бір жұмысқа барып 100 мың, 200 мың жалақыда жүрсің, сенің өміріңде ешқандай өзгеріс жоқ. Саған срочно ғажайыпқа сену керек, басқа вариант жоқ. Ғажайыптар ғана сені құтқарады. Реально барлық нәрсеге реализммен қарайтын болсаң, сен ешқашан ол проблемадан шыға алмайсың. Сондықтан керек бізге. Біз өзіміздің рухымызды, духымызды, өзіміздің потенциалымызды өзіміз ашпасақ, өзімізді өзіміз көтермесек, өзіміз дамытпасақ, өзіміз алға жетелемесек, бізді ешкім келіп құтқармайды. Қандай президент қазір Қазақстанға президент болса да, сіздің кредитіңіз кешірілмейді. Сіздің жалақыңыз өсе қоймайды, квантовый скачокпен өспейді точно. 200 мың алып жүрген адамға 2 миллион ешкім бермейді. Кімді президент қылып қойсаң да. Сондықтан үкіметтен, президенттен бір қатты үміттенудің қажеті жоқ. Қазақстан бір ғана президенттен, бір ғана жаңағыдай министрліктен, бір ғана акиматтан тұрмайды. Қазақстан адамдардан құралады. 20 миллион адам өзгерген кезде, 20 миллион адамның санасы өзгерген кезде, 20 миллион адамның әдеттері өзгерген кезде, біз таңертең ерте тұруды үйренген кезде, дұрыс тамақтануды үйренген кезде, ешкімнің өміріне араласпай, комментарийде бір әншілерді комментарийде өсектеп отырмай, өзіміздің өміріміз өзімізге қызық болған кезде, өзіміздің проблемамызға көбірек фокус қойған кезде, өзіміз алға жетелеп, өзіміз адамдарға маған қашан жақсылық жасайды екен, маған қашан бір үй әкеп береді екен, маған қашан үй алып береді екен, қашан маған машина береді екен деп аузыңызды ашып, жаңағыдай бір масылдықпен тәрбиеленбей, масылдықпен ауырмай, біз өзіміз алға жетелеген кезде, мен не үшін біреуден үй алуым керек, не үшін маған көлік алып береді? Намыстануымыз керек қой, біреу бірдеңе беріп жатса, намыстану керек. Аяқ қолы жоқ инвалидтерге алып береді. Аяқ қолы жоқ, жарамайды, жұмысқа жарамайтын адамға алып мемлекет көмектеседі. Ал аяқ қолы сау, 2 көзі бар, 2 құлағы бар, басы жұмыс істейтін, тепсе темір үзетін еркекке немесе жалмаңдап тұрған әйелге бірдеңе берудің өзі не үшін беру керек? Сондықтан біз өзімізді ғажайыпқа сендіруіміз керек, өзімізді квант әлеммен алға жылжытуымыз керек. Бізде басқа вариант жоқ. Сен қазір жұмыс істе, 40 күннен кейін сенің өмірің күрт өзгереді, сенің табысың 2 есе 3 есе өседі десем, сіздер сенесіздер ме? Сенбейсіздер. Себебі мына ми негативке толып қалған. Бас деген түңіліп кеткен негативпен сусындап, әбден негативке екіп тастағаннан кейін оны позитивке айналдыру өте ұзақ уақыт керек. Бірақ осы біз 30 күнде сіздер күрт өзгересіздер. 180 градусқа ма, басқа 360 градусқа ма өтер өзгересіздер. Былай спираль сияқты өзгересіздер. Жаңа деңгейге көтерілесіздер. Сондықтан тек қана сіздердің міндетіңіз сабаққа қатысу, менің айтып отқан нәрсемнен барынша жақсы жағын ғана алу. Негатив ойлап, ана жеріне тиісіп, ана жеріне тиісіп отырудың керегі жоқ. Барынша мен сіздерге мотивация беруге, барынша сіздерді бір сүйім жаңағыдай бір не дейді, қолдап қолпаштауға, алға жетелеуге мен ұмтыламын, барымды саламын.
квант әлем деген бізге мүмкіндік. Не ойлайсың, сол болады деген нәрсе ғой. Квант әлем деген не ойлайсың, сол болады. Жақсылық келеді маған, мен жақсылықты өзіме тартамын. Мен адамдарға жүрген жерімде күліп, шын көңіліммен көмектесемін, дұрыс ниетте жүремін, жақсы ойлаймын, жақсы сөйлеймін, жақсы нәрсені ниет етемін деп өзіміз ойымызды, сөзімізді, ісімізді, жүріс-тұрысымызды тәрбиелеген кезде мүмкіндіктер өздері келе бастайды. Ақша сіздің ізіңізден қуып жүреді. Ал сіз ақшаңыздан қуып жүрген кезде сіздің жұртқа жақсылық жасайтын, сіздің сауап жинайтын, немесе сіздің бір жақсы сөз сөйлеп, жақсы ниетте болатын уақытыңыз болмайды. Сіздің күні түні уақытың миыңызда ақшаға не қылып кеткен, ақша ойлап кеткен. Сондықтан біз қандай білемін, мен түсінемін, қарызы бар адамдар бар, үйі жоқ адамдар бар, жағдайы жоқ адамдар бар. Бұлардың барлығына бай болсын, банкрот болып жатқан болсын, неше түрлі адамдар бар ғой енді. Әркімде әртүрлі проблема бар. Кез келген проблемадан шығатын жол бұл квантовый мир, басқа вариант жоқ. Бізге бір үлкен тез даму керек, тез өсу керек. Бүйтіп ылбырап 1-2 жылда бизнес жасайын, 5-6 жылда команда жинайын деп жүретін заман емес қазір. Бәрін 1-2 айда пытырлатып жасап тастау керек. Тез жасауымыз керек. Сонда ғана біз жетістікке жетеміз. Ылбырап, сылбырап жүретін заман емес қазір. Тарс-тарсыз әлем деген қазір сұмдық не істеп жатыр. Енді ғажайыпқа сену кімге пайдалы? Бізге выгодны ма, тиімді ма, тиімсіз ба? Барлығымызға тиімді, дұрыс па? Ғажайыпқа сенгенде сен жаман болмайсың. Әрине ғажайыпқа сені қиялап, мен бір күн бай боламын деп аузыңда жүре берсең бай болмайсың. Әрекет ету керек, жұмыс істеу керек. Оймен, қиялымыз ұшқыр болып, ойымызбен дұрыс нәрселерді тартып, біз солай әрекет ететін болсақ, тезірек әрекетімізде бір приятно болады да, өнімді болады. Ал егер мен вообще даусым шығып жатыр ма? Комментарийді қосып жіберейін. Даусым шығып жатыр ма? Бір ауыз плюс қойып жіберіңіздерші, даусым шығып жатса. Ғажайыпқа сену тығырыққа тірелген адамдарға, қарызға батып қораға кіріп кеткен адамдар бар. Вообще мен қарыздан шыға алмаймын, өмір бойы қарызда кетіп қалатын шығармын деп ойлап жүрген адамдар көп Қазақстанда. Әлініп салынып жүрген адамдар бар. Энергиясы жоқ, бір жұмысқа барып келеді. Не бастығы ұнамайды, не коллектив ұнамайды, не жұмыс ұнамайды, не өз-өзіне ұнамайды. Сөйтіп жүрген адамдарға ғажайыпқа сену керек, басқа вариант жоқ. Өмірден бейшара болып өткім келмейді деп ойлайды көп адам. Бір жақсы, бір молшылықта, тоқшылықта, мұрным что-то бір ауырыңқырап тұр ма, сондықтан мән бермеңіздер. Тоқшылықта, молшылықта, бір жақсылықта өмір сүрсем екен. Мен де бір адамдар сияқты бір қалаған нәрсем жесем, ішсем, кисем, шетелге шықсам, қымбат көлікке мінсем, жақсы үйде тұрсам деп кез келген адам армандайды ғой. Бірақ қазіргі жағдайында күйі оның ондай күйі жоқ. Көңіл күйі төмен өте. Көңіл күйі өте төмен. Көңіл күй деген нәрсе ғой, сол күй деген нәрсе, күйіміз қашан состояние деген сөз ғой, күй деген состояние, көңіл деген көңіліміз тоқ болған кезде күйіміз де дұрысталады да негізі. Сізде ақша пайда жоқ, сіз әлі миллион тауып көрмегенсіз, немесе 10 миллион тауып көрмегенсіз, 100 миллион тауып көрмеген адамсыз. Белгілі бір жалақыда жүрсіз, немесе бір белгілі бір 500 мың, 600 мың потолоктан аспайсыз ары қарай. Немесе 1 миллион тауысыз, ары қарай аспайсыз. Не істеу керек енді? Бір сәт 5 минут дейма көзіңді жұм да өзіңді елестет. Сен бір өзіңнің идеалында адам қандай болу керек? Адамдар айтады, мен кітап оқушы едім, мен спортпен айналысушы едім, мен адамдарға жақсылық тілеуші едім. Егер менде мынандай состояние, жағдай болғанда дейді. Жоқ, бірінші сенде жағдай болмай тұрып, сен сол состояниеге енуің керек та, күйге. Квантовый мир деген, квантовый скачок деген нәрсе сол. Мысалы, өздеріңіз қанша, бүгін жазыңыздар, бүгін бір бет қағаз алыңыздар да, бір деп жазыңыздар. Жоқ, қиялы мен квантовый скачок деген нәрсе бөлек қой. Мазақ қылудың қажеті жоқ. Қиялы адамдар бар, который өмір ақша таппайтын, олар фантазер деп аталады. Квантовый скачокта қиялымен бір 5 минут, 10 минут қиялда болады да, қалған уақытта движениеде жүреді. Постоянно тынбай движениеде жүреді. Ал құр қиялап жүре беретін адам кішкене қиялы деп айтады оны. Емделу керек, оны врачқа көріну керек.
Сондықтан күніне 5 минут 10 минут қағаз аласыз да бірінші қағазға жазасыз. Мен мынанша ақша тапқым келеді, немесе мен мынанша ақша тауып жүрмін деп жазасыз. Осы жақта жазасыз да. 100 мың тауып жүрсеңіз 10 миллион, 1 миллион. Мен уже 1 миллион, 2 миллион дегенге тілім келмейтін болып қалған. Мен 100 миллионнан бастатым кеткен ғой. Бірінші дейсіз, қағазды аласыз. Бір 30-40 беттік қағазды аласыз, дәптерді аласыз, блокнотты аласыз да, бірінші дейсіз. Датаны жазып қоясыз төбесіне. Бірінші дейсіз, мен 1 миллион теңге тауып жүрмін, егер 100 мың тауып жүрмін. Егер 500 мың тауып жүрген болсаңыз, мен 5 миллион тауып жүрмін деп жазасыз. Қолыңызбен жазған кезде, қолдағы нейрондық жүйелер, тамырлар, қан тамырлар бәрі барады да миға. Мимен жазып жатқан сияқты болады ғой. Жазасыз. Қолмен жазған кезде мимен жазылып жатқан сияқты, миға жазылып жатқан сияқты болады. Түп санаңызға жазып жатқан сияқты әсер етеді. Мен 1 миллион, 10 миллион, 100 миллион тауып жүрмін. Өзіңіздің идеалыңызда, қазіргі деңгейіңізден 10 есе көп жазыңыз. Сөйтесіз да, енді миға орналастырдыңыз информацияны. Енді оны елестету керек. Қалай болады? Ондай ақша көрмеген ғой. Адам баласы көрмеген ол ақша. Жатасыз, немесе таксиде кетіп бара жатып, маршрутта кетіп, и так ұйықтап жүресіз ғой өмірде. Сол ұйықтап жатқан кезде тупо ұйықтай бермей, сол көзді жұмған кезде, сол жаңа 10 есе ақшаны тауып жатқан адамды елестетіңіз. Мысалы, мен 100 миллион тауып жүрсем қандай болады? Өте энергичный болады енді. Движение жатпайтын мен, вообще ұйықтамайтын ол кезде. Жұмыс істейтін едім. Четко жүресің бәрін, тақ. Сол нәрсе сезінген кезде мына дене дызылдайды. Аяқ, қол дызылдайды. Энергия деген сол, сізді жатқызбайды ол дызылдаған нәрсе. Вибрациялар пайда болады. Постоянно дызылдап жүресің былай. Робот, не сияқты жүресің ғой. Қаныңа бірдеңе құйып жіберген сияқты жүресің. Сондай неше түрлі жаман наркотиктер бар қазір пайда болып жатқан. Солар жастардың бәрі соған отырып алған. Потому что 5-6 сағат жүреді, шаршамайды, аш болмайды, ұйықтамайды, көзі бүйтіп жүреді жылтырап. Алматы, Астана бәрі жастар отырып алған. Негізі көп жерде айта бермейді. Сол нәрсені табиғи жолмен осылай істеуге болады да. Ешқандай зат сатып алмай-ақ, шекпей-ақ, ішпей-ақ, дызылдап жүреді. Сол күйді сезіну керек қой бізге. Пока ақша келмей тұрып, осы күйге енуді үйренуіміз керек та. Состояние деген сөз осы. 5-6 адам отыр мына жерде. 5-6 адам отыр. Біреу бүйтіп түңіліп отыр. Счетында 10 миллион теңгесі бар, 500 мың зарплатасы бар, бірақ настроение жоқ, энергия жоқ. Біреуде вообще ақша жоқ, 100 миллион қарызы бар. Бірақ ол энергичный отыр да бүйтіп. Біреуде миллиард бар, бірақ түңіліп отыр бүйтіп. Біреуде ақша жоқ, біреу не отыр. Осы жердегі адамдардың бәрі бірдей киінеді, бірдей тамақ ішеді, бірдей заказ береді. Бірақ біз не оның әке картаңда әке, счетында әке, соған қарап көрейік, сен қанша состояниең бар екен деп ешкім сұрамайды ғой. Сенің сөзіңе қарап, ісіңе, өзіңді қалай ұстағаныңа қарап, сенің состояниеңді біледі. Яғни адам сенің сөзіңе сенеді. Адам сенің эмоцияңа сенеді. Біреуге бірдеңе сатайын немесе біреумен деп кездескен кезде, қыз бен жігіт кездескен кезде, жігіттер айтады, лузер жігіттер өмірде жетіп. Сен машинаға қарайды, бүйтеді. Сен машинаңнан бұрын, машинаң жоқ, машинасыз келді, отырып сөйлес. Сенің сөзіңе қарайды, сенің эмоцияңа қарайды, сенің мимикаңа қарайды. Сен состояние, сен өзіңе уверен болып отырсың ба, самооценкаң жоғары ма, немесе екі сөздің басын құрай алмай отырсың ба, соған қарайды ол. Машина деген нәрселер, олар екінші, үшінші, второстепенный нәрселер ғой. Бірақ біз не істейміз? Біз өзімізде ондай энергия болмағаннан кейін, адамдар сондай затты алғаннан кейін, сондай энергичный болып жүр екен деп өзімізді өзіміз алдаймыз. Өйткені бізге невыгодно да энергичный болып жүру. Жалқау болып жүрген, бейшара, кедей болып жүрген оңай ғой негізі. Өмірде тиімді да. Қиналмайсың, ешқандай жауапкершілік алмайсың, 15 этаж үй салмайсың, оған ақша іздемейсің, оған жұмысшы іздемейсің. Ертең үй құлап қалса, мен басыммен жауап берем, қамалып кетем ғой деп уайымдамайсың. Бір зарплата, біреу тауып беріп жатыр зарплатаң. Әйтеуір барып келіп, шай ішіп, өсек айтып, уақыт өткізіп қайтсаң болды. Уақыт өтіп жатыр, Құдайға шүкір, әйтеуір 200 мың түсіп жатыр, жетеді да сол.
кедей болсаң проблема жоқ негізі. Проблемаң бәрі бай болған кезде басталады. Проблема болғанда оны байлар проблема деп қарамайды да. Мектепте біз задача шешеміз ғой, әрбір сабақтың өзінің тапсырмасы болады. Бірден диктант алады, бір сабақта бақылау болады, бір сабақта есеп береді. Сондай тапсырмалар болған сияқты өмірде де күнде осындай тапсырмалар келеді бізге. Деңгейің өскен сайын сенің проблемаңда деңгей. Бірақ оған сен проблема деп қарайсың ба, сен оған тапсырма деп, задача деп қарайсың ба, ол сенің енді дүниетанымыңа, өмірге деген көзқарасыңа байланысты. Сондықтан мына ғажайыпқа сену бұл жақсылықпен Алла тағалаға сену. Алла тағаланы ешкім көрген жоқ, бірақ сол Алланың бар екеніне, ғажайыбына иман келтірдік қой. Ғажайып деген нәрсе сол ғой, былайша айтқанда. Енді қызық темалар басталады. Барлығы иллюзия. Өмірде бәрі иллюзия. Иллюзия деген өтірік. Бұл біз жалған өмір деп айтады ғой. Жалған деген сөз сол иллюзия деген сөз. Яғни біздің восприятиеміз, біздің қабылдауымызға байланысты. Сен өмірді қара түнек азапталу үшін келген мекен деп есептесең, азапталу үшін келген мекен болады. Сен азаптайтын адамдар кездеседі, саған азап беретін адамдар кездеседі. Сондай атмосферада, сондай ортада жүресің. Егер өмір деген байлыққа малып, рахаттан өмір сүру десең, сондай адамдар кездеседі. Не ойлайсың, сол болады ғой. Сенің восприятияң қандай, сондай боласың. Негізі айналамыздағы адамдар, уақыт, ақша, отбасы, проблема барлығы өтірік. Адамдар жоқ негізі. Ойланып қарасаң, социальный сетке шықпай қойыңыздар, телефондарыңызды өшіріп, ешкім жоқ бір жерге кетіп қалсаңыздар, адам жоқ жерге кетіп қалсаңыз, ана адамдар сізді ұмытып қалады. Көзден кетсең, көңілден кетесің деген сөз бар қазақта. Ешкіммен араласпай қойсаң, жоқ болып кетсең, сен іздепсің, ойбай, мына қайда кетіп қалады деп ешкім іздемейді. Кеше ғана жұлдыз болып жүрген адам қайтыс болады, 3 күннен кейін оны ешкім еске алмайды. Болды, көмілді, кетті, болды. Иллюзия жоқ. Бұрыннан бері ол арамызда бір елес сияқты болып жүрген сияқты болып көрінеді. Сондықтан сіздің қазіргі маңыздылық беріп жатқан күйеуіңіз, маңыздылық өміріңіздің мәнін беріп тастаған балаларыңыз, әке-шешеңіз, олар бір күн бір жаққа кетеді. Өмір бақи сен қасында қосарласып жүрмейді. Олар бір күн кететін жеріне кетеді, олар жоқ болып кетеді бір күн. Сіз де жоқ болып кетесіз. Сондықтан қазіргі ортаңызда коллектив, араласатын достарыңыз, құрбы жолдастарыңыз, типа бір ортада авторитетіңіз бар, кішкене репутацияңыз бар, жиған терген абыройыңыз бар, оның барлығы өтірік на самом деле. Оның барлығы иллюзия. Оның барлығын біз не қиялмен өзіміз жасап алғанбыз. Біз өзіміздің қиялымызда өмір сүріп жүрміз негізі. Біз сырттан қараған кезде өзімізге, мынау Нұрлан тұр ғой, мына жерде мен отырмын негізі. Менде 2 Нұрлан шығып тұр да қазір. Біреу мына жақта сөйлеп жатыр, біреу мына жақта. Мынау негізі иллюзияда сөйлеп жатқан Нұрлан. Мен негізі мына жақта отырмын. Ана экранда басқа Нұрлан отыр ма түсінбеймін. Ана видеоларда да бір Нұрландар жүр. Түрлі киіммен түрлі жерде отырған Нұрландар жүр. Мен одновременно 10 жерде бола аламын дейді. Қазір бір 634 адамның телефонда отырмын мысалы. Мысалы 634 адам көріп отырсыздар. Технологияның арқасында біз иллюзияларға әбден қарық болдық. Біз сериалдармен өмір сүретін адамдар. Күнде сериал қарайды. Сол сериалдың ішіне кіріп кеткен. Сериалдағы әлемдермен жүреді, ана кейіпкерлермен жүреді ол. Анау жыласа жылайды, анау қиналса қиналады, анау қуанса қуанады. Қалаулыммен өмір сүретін әйелдер бар. Қалаулымда сол бір шоудың адамдарына анау неге анаумен ерегісіп қалды, анау неге ананы ұрады, мынау неге мынаны боқтайды деп сөйтіп иллюзиямен өмір сүріп жатқан адамдар өте көп. Сондықтан уақыт дегенде иллюзия да, мысалы сағат болмаса да, елестетіп көріңіз, сағат жоқ үйде. Сағат жоқ. Бірінші күн, екінші күн деген жоқ деп елестетейік. Ай жоқ. Қазір наурыз айы екенін білмейміз. 2023 жыл екенін білмейміз. Біз бақытты өмір сүретін едік негізі, уақыт жоқ болса ше. Біз уақыт өткен сайын бірдеңеден қалып бара жатырмыз деп жарыса береміз. Бірдеңеден қалып бара жатқан біреумен жарысамыз, Біз уақыт өткен сайын өз-өзімізді қартайтып жатырмыз. Уақыт өтіп жатыр, значит мен қартаюым керек деген өзімізге мынандай установка орнатып алғанбыз. А негізі 23 жылда, 13 жыл, 12 жыл бір-біріне ешқандай айырмашылығы жоқ. Сен не қаладың, сол нәрсе болды. Сіз не қаладыңыз, сол нәрсе сіздің өміріңізде болып жатыр. Ол жылда тұрған, сағатта тұрған,
күнде тұрған, айда тұрған ештеңе жоқ та. Уақыт жоқ кезде адамдар негізі бақыттырақ өмір сүрген. Ол күнге қарайды, малдың алып келетін уақыт болған екен. Біз уақытқа қарап, тамақ жейтін, қарнымыз аш емес, бірақ уақытқа қараймыз, обед болыпты деп обедтенеміз. Бірақ сенің аппетитің жоқ, немесе сен аш емессің әлі. Бірақ сағатқа қарап, осы уақытта мен тамақ жеуім керек, осы уақытта мен жатуым керек. Ұйқың келмесе де сол уақытта жатуым керек. Ұйқың келіп тұрса да, ұйқың не дейді, тұрғың келмей тұрса да тұруың керек, жатқың келмей тұрса жатуың керек. Сол сағатпен біз өзімізді шектеп тастадық. Ақша да тура сондай. Ақшаның иллюзия екеніне бір дәлел. Енді бұрын қалтамызда бүйтіп қомпайып жүрген кезде, бүйтіп көрсеткен кезде сезінетінбіз. Ақша деп ше, бір пачка ақша. Қазір барлығы Каспиде. Қазір мен бір күн оқып болсам, адамның счеты, анау довольный болып қалады. 1 миллион теңгені қасында отырып жібере салсам, тринк етіп анаған түссе, анау бір, сосын 6 нөлді көреді да, оның көңіл күйі бірден өзгеріп кетеді. Негізі, по факту ол ақша жоқ та. По факту ол ақша жоқ. Ол тек қана цифрлар. Ол Каспи банктегі цифрларға қарап біздің көңіл күйіміз көтеріліп түсіп, энергиямыз бар болып, біздің өміріміздің бақытты, бақытсыз болуын бір какой-то сандарға байлап қойдық. Каспи банкте көп нөл болған сайын, және алдында 1, 2 деген сандар болған сайын, не істейміз? Біз өзімізді бақытты деп санаймыз. Ана нәрсе жоқ болып қалса, біз өзіміз бақытсыз деп санаймыз. Яғни біз 200-діміз. Бізде ақша болса бақытты боламыз, керемет, бір көңілді, жақсы адам болып қаламыз. Ақшамыз болмай қалса, біз нашар, агрессивный, жаман адамға айналамыз. Бұл нені білдіреді? Бұл біздің реактивный екенімізді білдіреді. Біз реакцияны өте көп береміз деген. Біз кез келген оқиғаға реакция бере береміз. Бір жаңалықты, атаңа нәлет. Ана что, деп. Барлық нәрсеге бит, өзімізді алдап жүрміз. Ақша, отбасы, проблема деген нәрсе жоқ. Сіздің ниетіңіз бар, сіздің өзіңіздің өмірге деген көзқарасыңыз бар бірақ. Түсіндіңіз бе? Енді жақсы жағына түсіндіріп жатырмын да, енді бүйтіп сіздердің проблемаларыңызды азайтудың жолдарын айтып жатырмын ғой енді. Қазір не үшін сіздерде проблема жоқ екенін айтып берейін. Осындай қиын тілдермен түсіндіріп жатырық та. Барлығын жасайтын біздің миымыз. Неге сенеміз, сол болады. Жақсылыққа сенесің ба? Жақсылық болады. Кедейлікке сенесің ба? Кедейлік болады. Байлыққа сенесің ба? Сенбейді. Көп адам байлыққа, өзін жақсы өмірге, өзін сендіре алмаған. Сол үшін ол ешқашан байымайды. Бұл менің аузымнан шығып жатқан сөздерді де Алла тағала былайша айтқанда енді аузыма салып отыр ғой, енді мен каким-то образом айтып жатырмын да енді әрине дайындалып шығып жүрміз, сөйлеп жүрген нәрселер. Бірақ мен осы презентация дейм ба, осы материалдармен мен өткенде марафон өткізген. Ол кезде бұндай әңгімелер айтқан жоқпын мен. Көрдіңіз ба? Сіз не естігіңіз келіп отыр, мен соны айтып жатырмын. Біреу бұл жерде негатив естігісі келе ма, негатив деп қабылдайды. Позитив естігісі келе ма, позитив деп қабылдайды. Миллионер боламын деген нәрсені іздеп отырсам, мен айтып отқан нәрсем бәрі миллионер болу туралы болып елестейді. Иманын көтергісі келетін адамға имандылық туралы әңгіме айтып жатырмын. Түсіндіңіздер ма? Не көресіздер? Даже кітап оқып отырған кезде біз өзіміздің миымыз жеткенше түсінеміз. Кино көріп отырған кезде бір киноны қойып бересің, 10 адамға қойып бересің, 10 адам 10 түрлі нәрсе түсінеді. Біреу ішінден сатқындықты көріп отырады. Өйткені оның өмірінде сатқындық көп болған. Ол өзі біреуге сатқындық жасайды, оған адамдар сатқындық жасайды. Біреу әйелді Джон Уик бірдеңелер төбелесіп жатса, әйел адам қарап отырса, оны әйеліне олдау деп отырады. Әйел адам өзін көріп отырады, Джон Уиктің қырылып төбелесіп жатқанын көріп отырған жоқ. Потому что ол еркек түсінбейді, немесе түсінгісі келмейді, анау әйелді ойлап отырады. Әйеліне олдау. Ана үйлері шашылып қалды, оны біреу жинайды ғой кейіннен деп ше. Соған басын ұрып отырады да.
Біреу достықты көріп отырады. Достықты құндылық деп санайтын адам достықты көреді. Адалдықты бағалайтын адам адалдықты. Ақшаға құнығып кеткен адам ана 40 миллион долларды алу керек еді, Джон Уикті атып тастау керек еді деп отырады. Не көргіңіз келеді, соны көресіз. Денсаулығы нашарлау адам ана ішіндегі соқыр кісіні көреді. Ана соқыр қалай жүр екен, ол дәрісі табылып жатыр ма екен, көзін емдетуге ақша сбор ашып жіберейік па деген сияқты. Кім не көргісі келеді, соны көреді да, 90 минут, 100 минуттық бір нәрсе біледі. Сол сияқты өмірімізде неше түрлі оқиғадан біреу жақсы нәрсе алады, біреу негатив нәрсе алады. Неге көп адам бай болмайды? Өйткені байлық, жақсылыққа біз сенбейтін болып қалғанбыз. Бізге жамандыққа сену, енді жамандыққа сену деген сөз шайтанға еру деген сөз ғой, бір сөзбен айтқанда. Жақсылыққа сену деген Алла тағалаға жақындау деген сөз. Сен Құдайға жақын екеніңді білгің келсе, сен жақсы нәрселер істесең, жақсы ой ойлап, жақсы ниетпен, жақсы әрекетте болсаң, демек сен Алла тағалаға жақынсың деген сөз. Арам нәрсені ойлап, мен ертең кедей болып қаламын, мен құрып қаламын, мен аштан өліп қаламын, мен ақшасыз қалып қоямын дей беретін болсаң, значит сен Алла тағаладан алыстап кеткенсің, керісінше шайтанға жақындап кеткенсің деген сөз. Шәкеңмен доссың деген сөз. Потому что шәкең постоянно негатив лақтырып отырады. Негативті жіберіп отырады. Бір негатив, күмән иманнан айырады деген сөз бар ғой. Күмән деген бір штук негатив, сіздің ана 100 штук позитивіңізді кешке дейін жоқ қылып жібереді. Бір құмалақ бір қарын май шірітеді деген сияқты, бір құмалақ ол негатив қой. Қазанға жоласаң күйе шығады, жаманға жоласаң біле шығады дейді. 10 адам жақсы болып отырса, бір коллективте 10 адам ауызбіршілікпен жұмыс істеп жүреді. 11-ші адам болып бір ортаға провокатор, манипулятор жаңағыдай өсекші біреу кіреді, ана 10 адамды бір-біріне жамандап, етіп, берекесін бұзып жібереді. Сол бір адам негативпен келген 11-ші адам, ол сол құмалақ, қарын майға түсіп шіртіп жібереді. Сол бала жаманға жоласаң білеш шығады, қазанға жоласаң күйеш шығады дейді. Қазан қасында жүрген кезде ана күйеш шығып кетеді, байқамай қаласың. Вроде жақындап отқан соң, бірақ күйеш шығып кетеді. Бай адамға жоласаң байлығы жоқ кетеді. Түсіндіңіздер ме? Миымыз жасап тастаған ғой, осының барлығын миымыз жасап тастаған. Уайым қайғы жоқ. Уайым қайғы жоқ. Оны біз қолдан жасап алғанбыз. Ми арқылы. Ми деген ең бір өсекші, ең бір провокатор, манипулятор, адамды азғыратын орган ол ми. Қатты ақылды болып кетсең, шәкеңе жақындап кетесің да. Шәкең потому что ақылды ғой, самый ақылды періште де ол. Ол ақылды, білімі, ақылдылығы тасып кеткеннен кейін ол тәкаппарланып кеткен. Біз қатты миымызға сеніп ақылды болып кеткен кезде адамда гордость пайда болады. Мен бәрін білем деген гордость пайда болады. Мына баста алтын тәж пайда болады. Ана астында трон тақ пайда болады, алтын тақ. Мен бәрін білем. Интернетте не курс бар, бәрін оқып тастадым. Мен ешкімді тыңдамаймын. Керек болса барлығына мен оқытамын. Мен ақылдымын, мен білімдімін, мен кереметпін. Бұл кімнің сипаты? Бұл қандай адам сипаты? Мұндай адам өспейді ешқашан. Ешкіммен араласпайды, ешкіммен шақырған жерге бармайды. Мен барлығынан жоғарымын, мен барлығынан кереметпін. Мен сондай мықтымын. Эго ғой, эго. Не дұрыс айтып отыр. Эго деген шарықтап кетеді. Ми тоқтамай жұмыс істеп тұрған кезде адамда жүрек, мына ми қатты жұмыс істеген кезде мида көп нәрсе миға ілініп, ми деген қайнап кеткен кезде мида выгорание болады. Выгорание деген сөз мидың қайнап кетуін выгорание деп айтады. Ми қайнап кеткен кезде жүрек суып кетеді. Жүрек суып кетеді. Жүрек қарайып кетеді. Қатты ақылды болып кеткен кезде сен Алла тағалаға, анау мынауға қарамайсың, сен бәрін білесің ғой, батырмыз. Алла тағала анау деген қоя тұр, өзім істеймін бәрін. Құдай проблема келсе де өзім шешем дей береді. Ешкімнен көмек сұрамайсың, Құдайға жалынбармайсың, Құдайдан дұға тілек тілемейсің, себебі не? Бәрін өзім шешем. Өзім кірдім ба қораға, өзім шығамын. Не деген тәкаппарлық деймін да? Бәрін өзім қатырамын деген нәрсе, эгоизм, ол
ақылда қатты ми жұмыс істеп кеткен кезде болады. Миды ештеңеге толтырудың қажеті жоқ. Ми толтыратын орган емес. Ми деген ол жесткий диск немесе флешка емес, оны толтырып қоятын. Ми деген процессор. Не керек, не керек емес екен, не қылып отыру керек. Мынау керек, мынау керек. Өңдеп отыратын нәрсе ғой процессор. Процессор өңдейді, сақтамайды. Мына блокнотқа сақтайсың. Керек нәрсе болса соткаға сақтайсың. Дәптеріңе сақта, сейфіңе сақта бірдеңелерді. Бірақ миға сақтама. Ми пустой болып жүру керек постоянно. Сонда сен өмірде кездескен әрбір адамды ұстаз деп қабылдайсың. Сен миың пустой болған кезде әрбір адамнан бірдеңе үйренуге тырысасың. Миың толып тұрса, сен ешкімге ештеңе сыймайды ғой оны. Саласың, ағып кете береді, құясың, ағып кете береді. Қолыңа шелекті толтырып алып далада жүрмейсің ғой, су бер деп. Пустой шелекпен сұрау керек қой суды. Шелегің толып жүрсең, біріншіден ауыр, екіншіден саған су құйылмайды, жаңа су. Сасыған сумен жүре бересің. Яғни сенің басындағы ескі ақпараттар, ескі білімдер, олар ескірді. Оның бәрін шығарып тастау керек, ұмыту керек оның бәрін. Жаңа деңгейге көтерілу керек. Жаңа өмірге. Мен ештеңе білмеймін деп бүгінден бастап жүріңіздерші. Ештеңе білмеймін. Әрбір 10 жасар баладан да бірдеңе үйренесің. Осылай ма деп. 20 жасар адамнан көрсің. Осылай ма. Өмірің қызық болады сенің. Энергия пайда болады. Сен бірдеңе біліп, соны қорытқан кезде, мен, солай екен ғой деген кезде, не болады? Адамда энергия тасиды. Бәрін білем, ой, неге обычный нәрсе айтып отыр ғой деп отырсаң, саған неге біреулер білім алады, бірақ нәтиже болмайды. Себебінен басы толып келген, құяды, ағып кете береді. Миды босатыңыздар. Ертең үйретемін оны, миды қалай босату керек. Ми ақпарат сақтайтын, білім сақтайтын орган емес. Жесткий диск емес ол. Компьютерде жесткий диск деген болады, иә? 1 терабайт, 512 гигабайт, неде де бар, компьютерде, соткада да бар. 250 гигабайт, 128 гигабайт деп айтады. Ол ақпарат сақтайды реально. Іші толған видео керек емес, іші толған фотолар, өмір сол пайдаланбайтын фотолар ғой. Бұларды сақтайтын нәрсе, миыңыздағы нәрсенің бәрін компьютерге сақтаңыз, кітапқа сақтаңыз, кітапты оқып алып, түсініп алыңыз да, просто сызып кетіңіз. Дәптерге жазыңыз, компьютерге сақтаңыз, соткаға сақтаңыз, бірақ миыңызға сақтамаңыз. Миыңыз бос болып жүрсін. Ми мына ақпаратқа, қоқысқа толған кезде, мына ми жарылады, миың қызып кетеді, выгорание болады. Компьютерде көп жаңағыдай нелерді, сайттарды ашып тастасаң не істейді? Компьютер қызып кетеді. Компьютердің дауысы шығып кетеді, деп қиналып кетеді да, сөйтіп компьютер өшіп қалады. Немесе компьютердің зарядкасы өліп қала беретін болады. Адам басы қоқысқа толған кезде, ақпараттық қоқысқа толып кеткен кезде, адам тез шаршайтын болады. Ұйқысы қанбайды, ұйқыдан тұрады, шаршап тұрады. Вроде ұйықтайды, бірақ ұйқысы қанбайды. Вроде өмір сүріп жатыр, бірақ бір мертвый болып жүреді. Энергиясы бітіп жүреді. Потому что мына жақта ананы не істеймін, мынаны не істеймін, бүйту керек, ананы шешу керек, мынаны шешу. Соны бәрін қағазға жазып тастасаңыз, миыңыз босап қалады негізі. Мына жақта көп нәрсені сақтаған кезде, мына жақ қызып кетеді да, жүрек суып кетеді. Алладан алыстап кетесің, шәкеңе жақындап кетесің. Енді Абай атамыз айтады, 3 нәрсе адамның қасиеті дейді. Нұрлы ақыл, ыстық қайрат, жылы жүрек дейді. Жүрегіміз жылыған, мына жақ босаған кезде, немесе жүрегіміз жылыған кезде, мына жақ суық болып тұрады. Мидағы жаңа артық информациялардың бәрін өшірген кезде миыңыз пустой болып қалады. Миыңыз өлдеп қалады да, миыңыз басыңыз жеңілдеп, рахаттанып қаласыз. Миыңыз жеңілдеген кезде ана бастың іші суиды. Мына жақ холодный, железный логика дейді ғой, холодный логика дейді. Неге теплый логика демейді? Неге горячий логика демейді? Себебі логика, ақыл деген сөз холодный ум дейді, мысалы. Железный логика дейді. Темір деген суық болады, ыстық болмайды. Мына жақ мұздай болып тұру керек екен де постоянно. Сонда жүрек жылиды. Ал нұрлы ақыл деген сөз сол железный логика деген сөз, қазақ орысша айтқанда. Ыстық қайрат деген сөз энергия деген сөз. Сарқылмайтын энергия. Қайрат, күш қайрат деген сөз энергияның қазақшасы. Ыстық қайрат деген денең жылдап жүреді деген сөз. Давай, не бар, қалайсыңдар, жігіттер, салам алейкум деп. Не істейміз? Құдалар қалайсыңдар деп бір жүреді ғой, тойға шақырғанда біреу жүреді. Ке билейік, алып қояқ деп.
энергичный біреу жүреді, давай қалжыңдасып анаумен сөйлесіп мынаумен ой деп жүретін энергичный біреу болады. Денесінде энергия бар да, былай жүреді, сондай жүретін адамдар болады. Ал энергиясы бар адам да, миыңды босатқан кезде денеде энергия пайда болады. Жүрек жылай бастайды, бәрін жақсы көре бастайсың. Кел құшақтайыншы, айналайын, басыңнан сүйінші, мынау менің бірдеңе ғой, мынау менің көршім ғой, мынау менің досым ғой деп бәріне звондап сөйлесіп, энергиясы тасып, ананы той, ананы да шақыр, мынаны да шақыр, анау бүйтпейсің, бүйтпейсің, саған не көмек, қандай проблема бар, мә, тарс ақша бер, сен ба, бәрі жақсы болады деп басынан сипап, арқасынан, жігітсің ғой, анау мынау деп бәрін дұқ беріп сөйлеп, деп вопрослес жүретін ағалар болады ғой. Сол ағалар энергиясы бар ағалар да. Жүрегі, энергиясы бар адамнан ол жүрегі де жылы болады. Сонда айналып келгенде адам Құдайға жақындаған кезде, жүрек жылыған кезде, адамдар жақсы көрген кезде, не істеген кезде миымыз босайды екен да. Мен мысалы қазір бүкіл менде проблема деген жетеді. Ойбай, мен проблема айтсам қазір 600 бірдеңе адам жылап жүріп, жылап, түңіліп, мен аяп кетесіздер. Бірақ мен мына 10.000 адамға, мыңдаған адамға білім беріп жатырмын ғой деп, мен соны өзімнің істеп жатқан ізгі ісімді проблемамнан жоғары қойдым. Мынау менің проблемам, менің істеп жатқан мынау ісім үлкен да. Мынаны бүйтіп ұрып тастайды ғой проблема. Жоқ қой, менде проблема жоқ болып кетеді. Мынандай болып тұрған проблема баласы өткізгенде бүйтіп қалады. Сіздердің алғыстарыңыз, сіздердің ризашылықтарыңыз, сіздердің довольны, Нұрлан молодец, жақсы нәрсе айтып жатыр, дұрыс нәрсе айтып жатыр деген ойларыңыз менің проблемам жоқ қылып жіберді. Жоқ менде проблема. Миым рахаттанып қалды, жүрегім жылып қалды, денем энергия қозып отырмын қазір осы отырамын, деп сөйлеп әңгіме айтып отырмын ғой, кәдімгідей шығып жатыр, ауыздан шығып жатыр әңгімелер. Бұның барлығы не? Жүрек жылай бастады, энергия тасай бастады. Мида уже ешқандай проблеманы ойламайды. Ми проблеманы қалай шешуді ойлайды. Миға задача берсең, мына кешке дейін мына проблеманы шеш дейсің, ми шешіп береді. Ми проблемалар шешумен, задачалар шешумен айналыспаған кезде, ол жаңағыдай бүйтіп қалсам не болады, сөйтіп қалсам не болады деген болмаған нәрселерді ойдан құрастырумен айналысады. Ойдан құрастырып, өзі қудырта береді сценарийлерді. Сен қазір жұмысқа барасың, бастық саған ұрсады, сен жұмыстан шығып кетесің. Жұмыстан шығып кетсең, ана кредитің төленбей қалады, банк саған звондайды, сенің счетың арест қояды. Саған кімдер звондайды? Банктен кейін звондайтын кімдер? Бірдеңе, короче. Ұмытып қалдым аттары, жаман нәрселердің аттарын не қылмаймын. Бірдеңе тырлар дейді, селектор деген сияқты. Бірдеңе деген сөз бар ғой. Сондайлар звондайды, сосын сен үйіңді алып қояды, машинаңды алып қояды, сен далада қаласың деп ми қудырта береді. Ми потому что қолы бос қой. Адамның қолы бос болған кезде өсек айтумен айналысады. Миға сіз дұрыс тапсырма бермеген кезде, дұрыс запрос бермеген кезде, ми кешке дейін қалай 1000 подписчик жинауды ойлан, ми кешке дейін қалай миллион теңге табуды ойлан деп тапсырма бермеген кезде, ми өсек айтумен коллектор екен ғой, коллектор. Детектор деп отырмын ғой, детектор ма, селектор ма айтыр. Коллектор бірдеңелерді қудыртады. Ми қол бос болып қоймау керек. Миға задача беріп қой керек. Миға ақпарат сақтап, қоқыс қайнап, ми деген анандай не емес, кладовка емес ол. Ми деген комбайн ғой, қазып тұр, идеялар шығаратын, идеяларды дамытатын, проблемалар шешетін комбайн ми деген. Миға дұрыс бір задача беріп қоясың, өз шеше береді, ол анау коллекторлар алып қойса, бүйтіп қойса, сөйтіп қойса, мен даладағы қойсам деген заттарды ойлайтын уақыт болмайды да. Түсіндіңіздер ме? Судисполнитель деп біліп жатыр ма? Ми барлық уайым қайғыны көрдіңіздер ғой, миларыңыз жасап тастаған. Біз келмеген болашақ, бір айдан кейін әлі қандай болашақ, кім бар, кім жоқ, Құдай біледі, мысалы. Сол бір айдан кейінгі нәрсені алдын ала сценарийді ойластырып, ми саған жасап береді да, сол нәрсеге сен уайымдап отырасың. Ертең 30 күннен кейін ананың уақыты келеді. Ал мен дымда жеткізген жоқпын. 30 күннен кейін диссертацияны жазып бітіру керек. Ал мен әлі дымда А деген әрпінде жазбадым. Әлі менің жетекшімде жоқ. Деп 30 күннен кейін өзінің позор болып тұрған елестете бастайды. Позор болып бітіп, диссертациясын қорғай алмай, шарасыз күйде тұрған күйде өзін елестетеді да.
солай болады. Соны қаладың, солай болады. Әлі жоқ трагедияға қайғырамыз. Әлі саған судиспанитель звондаған жоқ, әлі саған сен үйіңнен шық деп ешкім аяқ қолыңнан тартып атқан жоқ. Әлі сен кредит төлей алмай қалған да жоқсың. Әлі оған бір-екі ай уақыт бар. Бірақ біз одан трагедия жасап, сценарийні қудыртып береді. Комедия жасаудың орнына, драма жасаудың орнына не істейді ол? Бір трагедия жасап береді. Сіз соған қайғырып, күнде қайғырасыз, постоянно қайғыра бересіз. Біз жақсы нәрсе айтады, жақсылық көрсем Құдайдан, жамандық көрсем өзімнен дейді. Өзімнен емес негізі. Ой, мидың ар жағында шәкең тұр деген сияқты ғой, кете береді. Жақсылық көрсем Құдайдан, жамандық көрсем өзімнен дейді да, мысалы. Неге жақсылықты Құдайға береді да, жамандықты. Жақсылық деген тез қабыл болады екен да. Жақсы нәрсені ойлайсың, қазір ойлайсың, ертең бола салады. Құдай тез қабылдайды, чук-чук. Егер дұрыстап ойласаң, дұрыстап программа запрос жіберсең, четкий. Бір рет мен 2-3 күн жұмыс істемей үйде жатсам ғой демалып деп запрос жібергем Алла тағала. Сөйтіп қолым сынды да 2-3 күн жаттым үйде. Мен ауырып жаттым, қолым сынып жатса деп айтқан жоқпын да, соны конкретно айту керекпін да. Жұмыстарымның бәрін бітіріп, рахаттанып жатсам ғой деп программировать етпеген ғой. Мен просто жатсам ғой деп шіркін деп өзім жұмыс істей беретінмен не болып кеткенмін ғой, шаршап кеткенмін. Сөйтіп қолым сынып 3 күн жаттым. Гипсте бір ай жату керек деп, 3 күннен кейін гипс алып тастадым. Өзім емдеп алдым энергиямен. Сондықтан жақсылық ойласаңыздар тез қабылды болады. Жамандық тез қабыл болмайды. Енді бір жамандықты, конечно, 300 күн, 500 күн, 5 жыл қатарынан жаман нәрсені ойлай бергеннен кейін ол болады. Потому что Алла тағала оны неге Алла тағала жамандық жасайды сізге? Ол неге жақсылық жасай бермейді, жамандық ойлап тұрсақ та деп ойлаймыз. Ана жамандығыңның тез болмай жатқанының өзі саған жасалып жатқан жақсылық та. Мына 1 жыл қиналды ғой, тағы 1-2 жыл берейінші, может, дұрыс адам болып кететін шығар деп саған шанс беріп жатыр да. Яғни срогыңды ұзартып жатыр. Сол жақсылық та негізі. Бірінші жақсылығы Алла тағаланың отсрочка береді. Екінші жақсылығы, может, жамандықты байқамай қателесіп ойлап жатқан шығар, жібермей қояйыншы деп. Енді сен, конечно, 5 жыл, 1 жыл, 10 жыл қоймай бір жаман сценарийді ойластыра бергеннен жаман нәрсе болады. Онда да Алла тағала ойлайды, может, бұл үшін жақсы нәрсе шығар. Бұл сол этаптан өту керек шығар. Бұл өзі қалап жатыр сол проблеманы, сол судиспанительді, сол жаңағы коллекторды, сол проблема, сол ажырасуды, сол жесір қалуды, сол жаңағы ажырасқан әйел болуды, күйеу болуды, жетім қалуды өзі аңсап жатыр. Может, сол этаптан өту керек шығар деп беріп көреді. Бірақ бір жамандықтан кейін бір жақсылық келеді дейді ғой. Жақсылық болады да, егер ол өзгерсе одан. Өзгермесе, сол урокты, сол сабақтан өтпесе ол, сол сынақтан, сол сабақтан, сол емтиханнан өтпесе, сол деңгейде қалады. Потому что ол үшін қайырлысы сол нәрсе, жаман нәрсе. Жалпылама халық үшін кедейлік деген жаман болғанмен, дәл ол адам үшін кедейлік жақсы болуы мүмкін. Халық үшін жалпы кредитке батып, қарызға бату жаман болғанмен, дәл сол адам үшін жақсы болуы мүмкін. Потому что ол сол қарыздан, кредиттен, сол уровеньнен шықпай, ол жақсы нәрсені түсінбейді. Ең жақсы, ең жаман екенін түсінбейді да. Сондықтан жақсылық ойласаңыздар тез қабыл болады, жамандық ойласаңыздар долго болады. Бірақ болады, ойлай берсең, любой зат болады. Енді қорқыныш деген не? Біз қорқып өмір сүреміз, Біз болашақтан қорқамыз. 1 жылдан кейін Қазақстан не болады? 5 жылдан кейін менің жағдайым не болады? Мен өліп қалсам балаларым жағдайы не болады? Сен өліп қалсаң балаларың өмір сүре береді, нормально, бір 5-6 күн жылайды, бүйтеді. Ары қарай тірі адам тіршілігін жасай береді. Проблема жоқ. Ел болып, халық болып әйтеуір көмектеседі, бүйтеді, жұмыс, мынау күйеуге шығады, анау үйленеді. Ұлды ұяға, қызды қияға деген сияқты өздері кететін және. Ол өмір жалғаса береді. Сөйтіп ойлайды екенбіз, мен ауырып қалсам не болады, мен өліп қалсам не болады, мен позор болып қалсам не болады, мен қамалып кетсем не болады деген сияқты нәрселерді адамдар ойлайды. Қарызға батып кетсем не болады деген сияқты. Қорқыныш деген мидың қорғану реакциясы. Мысалы, бұрынғы заманда, Homo sapiens заманында, Homo sapiens'тің заманында адамдар, не болып кетті ме? Салам алейкум болып кетті ме? Homo sapiens заманында адамдарда 2 түрлі функция болған.
мида ше, мида. Жалпы кез келген адамда әліге дейін сондай екі функция бар. Проблема келген кезде проблемадан қашу деген, немесе проблемаға атаковать ету деген сөз. Проблемамен күресу. Енді 5-6 адам тастың арасында отты чұқ-чұқ өткізіп жүріп, отпен бірдеңелерді. Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек, ыстық қайрат. Абайдың 3 қасиеті деп жазсаң шығады, 3 қасиет, адамның 3 қасиеті деп Google'дан. Нұрлы ақыл, ыстық қайрат, жылы жүрек деген нәрсе. Сақталмайды эфир. Бұндай нәрсені сақтамаймын. Сақтаса қадір болмайды. Енді сол бір 5-6 адам, жабайы адамдар өмір сүріп жатыр. Мамонт келді. 5 метр бойы. 5-6 адам. Проблема ғой. Мамонт деген проблема. Үлкен проблема. Сіздің кредитіңізден де үлкен мамонттың объемы. Сіздің кредитіңіз әрі кетсе бір пачка ақша мынандай. Ол мамонт деген мынандай бір бәле 2-3 этаж. 5-6 адам отыр. Проблема, үлкен проблема келді, қасына келіп тұр үшін. Атака жасайын деп жатыр. Ми екі түрлі сигнал береді. Сен күшің жете ме, атакаға шық дейді. Олар найза алып, 5-6 атакалап, мамонтты өлтіріп жейді. Егер проблеманы шешсе, проблеманы жеңсе, оның еті өзіне қалады. 3 ай бойы жетеді мамонттың еті. Енді ол халал, харам қандай екен білмеймін, тағы сұрап жүрмеңіздер. Ол ханафи мазхабы бойынша мамонттың етін жеуге бола ма деп жүрмеңіздер, сұрап. Білмеймін. Бұрын заманда жей берген ғой, любой заттың етін жей берген. Ол кезде дін жоқ, беспредел болған. Мамонтты көреді. Мамонт егер жеңсе, мамонттың етін жейді. 3 ай бойы соғым болады ғой. Проблема жоқ, әйелдердің арасында авторитет болады. Жұмысқа шықпайды жаңа 5 еркек. Үйде жатады, әйелдер әңгіме айтады деген сияқты. Жұмысқа шықпай қоюға да болады. Егер 5-еуі неуверен болса, 5-еуі бір-біріне сенімсіз болса, қолында найзалар болмаса, немесе 5-еуі де қорқақтау адам болса, қашады үйлеріне. Үйге сосын қоралақан барады. Проблема. Тамақ жоқ, дым жоқ, ет жоқ, әйелдің алдында авторитет жоқ. Бұрынғы заманның әйелдері де әңгіме айтады. Ей, бір 5 келе ет алып келмедің бе, не істеп жүрсің таңнан кешке дейін шапқылап? Не істедің, или басқа қатындарға барып қайттың ба, не істеп жүрсің? Кеш келдің ғой бүгін, 8-де бітетін еді ол жұмысың. Неге 12-де келіп тұрсың деп, әйелі миын жейді. Әйелі миын жейді ол. Обязательно ғой. Homo sapiens заманынан, неолит ғасыр заманынан бері келе жатқан сондай әдет ол. Әйелдердің миы солай. Қол үшін күйеу, егер күйеу жақсы жата келіп келсе, мақтайды. Дұрыс ет алып келсе, бірдеңе алып келсе, гүл алып келсе қолына, шөп білін. Егер не істей алмаса, алып келмесе, атакаға шығады. Атакаға шығады. Енді ана күйеуді мотивация береді. Екеуі де мотивация. Комплимент, мақтау да мотивация еркекке. Ана миын жеп, миын шұқу да мотивация. Екеуі де мотивация. Не істеп отырса, алматы уақыты, бірдеңе уақыты деп қуып, алматы уақыты деп 99 рет айттық қой. Мамонттар туралы сөйлесіп жатқанда алматы уақыты деп қоймадыңдар ғой. Мен ешкімге ұқсамаймын. Мен әлемде бір штук уникальный адаммын. Ешкімге ұқсатпаңыздар. Енді атым ұқсайтын шығар, Нұрлан деген ат көп қой Қазақстанда. Тас лақтырсаң Нұрланға тиеді. Бірақ мен уникальный, өте ерекше тұлғам, сондықтан өйтіп мені кемсітпеңіздер біреумен ұқсатып. Сөйтіп, қазіргі заманда да сондай. Проблема келіп қалған кезде еркектер қашады, немесе атакаға шығады. Енді әйел миын жеп жатыр. Ей, сен 5 келе ет алып келмедің бе, шапқылап жүре бермей, тастан тасқа секіріп, сонша найзаны көтеріп, ақмақсың ба, жұрттың байлары ана Яндекспен шығып, бүйтіп, ақша тауып жатыр, сен жүрсің аузыңды ашып деп, миын жеп жатқан кезде, еркекте миында қайтадан екі функция. Напада, атакуй или қаш деген. Егер кішкене сабырлы біз сияқты еркек болса, темекі шегуге де ашып кетеді. Кальян шегіп қайтайыншы басын. Жарайды, достарыма алып келейін да, есіктің алдына кетіп қалып, кальян шегіп, темекісін шегіп қайтып келеді. Ал егер кішкене нервный, агрессивный, өзі ана мамонттан қорқып, настроениесі болмай келе жатқан еркек не істейді?
Қатын бірдеңе кеше 15 келе ет қайда? Қайын жұртыңа беріп жүрдің ба? Не істедің? Қайда ол 15 келе ет? Неге подругаларыңа беріп жүрдің ба? Не істедің? 15 келе еттің бітетін уақыт болмайды ма? Анау мынау деп ол нападать етеді. Мен саған өткенде тростан мойныңа алқа таққан жоқпын ба? Мойныңа алюминийден алқа тақтым, күмістен алқа тақтым. Қайда соның бәрі? Ломбардқа өткізіп жүрдің ба деп оған нападать етеді. Түсіндіңіздер ғой? Осындай мидың функциялары бар. Енді бұны айтып отқан себебім, бұны айтып отқандағы мақсат қорқынышпен жалпы біз қобалжуды шатастырамыз. Адам бизнес жасаған кезде, үйленген кезде, контрактқа қол қойған кезде негізі қорықпайды. Қобалжимыз біз кішкене, зылдаймыз, денеміз дыз-дыз етіп, жүрегіміз қатты соғып, ол негізі энергия ғой, энергия пайда болып жатыр деген сөз. Бірақ біз екеуін шатастырамыз. Біз страх деп ойлаймыз, барлық нәрсе страх біз үшін. Анау да страх, мынау да страх, өзіміз страховка жасап жүреміз любой жерде. Страховать етіп жүреміз. Страх деген сөзді жақсы көретін болып қалғанбыз да негізі. Негізі қобалжу, сәл дызылдау деген сөз ғой, қобалжу. Қорқу мен қобалжудың енді айырмашылығы қандай? Какая разница? Қайсысы қорқу, қайсысы не деген сияқты? Адам неден қорқады? Аңнан қорқады, алдыңнан бір арыстан шықпаса, реально қорқасың, дызылдап тұрмайсың ғой. Жеп қояды мынау деген сияқты. Мен энергетикамды интернет анау-мынаулар ұстай алмайды, сондықтан дұрыс түсініңіздер. Энергия мықты болып тұр ғой. Қазақстанның интернеттерін, Билайн интернеттері ұстамайды. Аңнан қорқамыз, биіктен қорқамыз. Енді биіктен адам реально қорқады. Құлап кетсең өлесің. Оттан қорқады, күйіп қаласың деген сияқты. Шегеден қорқады, аяғыма кіріп кетеді деген сияқты. Бір шүкір бірдеңе тұрса. Бұл реально табиғи қорқыныштың түрлері. Яғни қобалжу деген ол негізі бір психологиялық қорқыныш деп психологтар айтады, потому что психологтарға жұмыс керек, ақша керек деген сияқты. Барлық нәрсе. У тебя есть страх перед богатством, у тебя есть страх үйленуге, у тебя есть страх үйленуге деп қудырта береді олар. Потому что оларға ғылым солай үйретеді, оларға да шабашка керек, ақша керек. Қобалжу түрлері. Біз бизнес бастайын деп жатқанда типі қорқамыз. Негізі қобалжимыз да. Мен оны жеңілдетіп айтып отырмын. Попроще айтсақ қобалжимыз. Сәл дызылдаймыз. Үлкен ақша түскен кезде дызылдаймыз. Шетелге шыққан кезде адам шетелге шығуға қорқатын адамдар бар. Самолетке отыруға қорқатын адамдар бар. Шетелге шыққан кезде басқа жерде онда ол дызылдау деп айтуға келмейтін шығар, себебі ол бұрын еш жерге шығып көрмеген адам адамдардан қауіптенеді. Өзінің жаңа тастарының арасынан басқа тастардың арасына барғанда қорқады кішкене. Алладан басқа ештеңеден қорықпайтын болдым дейді. Не деген сөзін оқырсың. Осындай даналық сөздерді үйге іліп қойыңдар есікке. Алладан басқа ештеңеден қорықпайтын болдым. Баяғыда бір қыз неге күйеуге шықпайсың десе, біреудің үйінде жатуға қорқам деп айтады дейді. Сол сияқты ғой, біреудің үйінде жату неудобно. Өзің пастелің емес, өзіңнің диваның емес, өзіңнің комнатың емес. 20 жыл, 25 жыл бір үйде тұрып үйренесің, общагада тұрып, бір үйде тұрып. И вдруг басқа үйде тұрасың да, ол кішкене қобалжиды адам ол кезде. Ол да дұрыс. Енді адамдар өкпе реніш деген нәрсе бар. Өкпе реніш деген не жалпы? Не үшін біз ренжиміз біреуге? Не үшін өкпелейміз? Страх самолеттан дейді, енді ол биіктен қорқуға ұқсас қой, аэрофобия ғой. Бірақ самолет әлемдегі ең жаңағыдай қауіпсіз не де? Қауіпсіз транспорт. Ең опасный транспорт ол көлік. Көлік күнде авария болады. Бірақ біз көлікке мінгенде қорқпаймыз ғой, үйреніп кеткен денеміз. Сол сияқты самолетқа да үйрену керек. Мимен иллюзия жасаймыз. Мен қазір тойға барамын, бәрі мен қол шапалақтап күтіп алады деп ойлап жатқан кезде ешкім сен қарамайды. Бәрі өзінің шаруасымен жүр, сен ренжисің. Потому что мида бір сценарий жасап қойдың. Ана екінші сценарий бір-біріне сәйкес келмей қалған кезде істейсің, ренжисің. Күтеміз да, біз бірден бірдеңе күтеміз. Қазір мен туған күнге 5 адам шақырамын, әрқайсысы 20 мың теңге алып келеді деп күтесің. Бірақ дымды алып келмейді, 5 мың 6 мың теңге бір ойыншық өтірік бірдеңемен келеді. Сенің ожиданиең ақталған жоқ. Ожидание реальность болып қалды. 100 мың теңге түсем ба деп отыр едім.
түспей қалды, енді не істеймін деп ойламасын. Сондықтан ештеңе күтпеңіздер. Жұмысқа баратқан кезде қазір былай болады. Жақсы нәрсені жаңа күткендегі қалай? Біреуден адамдарға қатысты күтпеу керек та. Өмірден күте беріңіздер, жақсылық болады, өйтеді, бүйтеді деп. Ол күткен жақсы. Бірақ күтпей өмір сүрген кезде барлық нәрсе сюрприз болады. Сюрприз. Аяқтай салайын, ұзақ болып кетті. Короче, өмір деген тамаша, бәрі керемет, біз бақыттымыз. Ең бастысы бақытты болудың ең бірінші шарты күнде таңертең тұрғанда алғыс айтуымыз керек, шүкіршілік етуіміз керек. Благодарность деген нәрсе бізді дамытады. Біз благодарный болуымыз керек. Тұрдың ба? Денеңе рахмет айт. Шашым қандай керемет, көзім қандай керемет, блокнотым қандай керемет, интернетім қандай керемет, телефоным қандай керемет, достарым қандай. Қысқасы бір күнде бір 3 нәрсеге алғыс айтып отырсаңыздар, 365 күнде 1000 нәрсеге алғыс айтады екенсіз. Сөйтіп алғыс айта берген кезде не болады? Алғыс айта берген кезде өміріңізге Құдай, мынау деген благодарный, саған благодарный жасай, благодарностың көкесін көрсетейін деп тұрып, жібере береді. Сондықтан алғыс айтуды үйреніңіздер. Алғыс айтумен ғана біз дамимыз. Жаңағы қорқыныш, күмән, негатив, коллектордан қорқу, детектордан қорқу деген сияқты барлық қорқатын заттардың анаған сенбеу, мынаған сенбеу, мен жақсы болып кететініне сенбеу, бай болуыңа сенбеу деген нәрселердің бәрін құртатын алғыс. Алғыс ол сіздің зарядкаңыз сияқты. Зарядка, ұйқыдан тұрғанда зарядкілеп тұрасыз ғой, энергия жинап. Ол тәніңізде, ұйқыңыз тәніңізде, сосын миыңыз демалдырады. Ал жаныңызды, жүрегіңізді демалдыратын ол алғыс. Мына Рахымбаева Айда дегеннің соткасында бір кішкентай бала отырып алған ба, қуып отыр ғой. Алғыс айтайық. Сосын мына видеолар мен сөйлеп жатқан кезде видеоға түсіріп алып тарата беріңіздер. Ана жаққа көп қыл таратсаңыз да дұрыс әңгіме болса таратыңыздар. Скриншот жасап алып таратыңыздар. Стористарыңызға бөлісіңіздер. Ешкімнен қызғаныш жоқ. Бүгін жаңа апта, жаңа ай келе жатыр скоро. Жаңа маусым көктем деген. Қыс бітіп кішкене жылый бастадық. Сондықтан біз шын көңілден бүгіннен сәл ұзақтау болып кетті. Мен бір сөйлеп кетсем тоқтай алмайтын әдетім бар. Сондықтан баршаңызға рахмет, оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгінгі бірінші сабақ осымен тамам. Жайлап уақытын азайтамыз. Сол 7-ден 00 Алматы уақытымен. Ана жақтың уақыты, мына жақтың уақыты деп қудырта бермей, 6:00-де кіріңіздер біздің уақытпен. Алматы, Астананың уақыты бірдей ғой, сол. Қазақстанның уақыты ғой негізі. Үй жұмысы деп қойып деймін. Үй жұмысы. Скриншот жасап, стористерге бөлісіңіздер мына материалдарды. Мені бізде деген екі аккаунт болған, біреуіне жүріп тұтамын. Нұрлан.жанай деген парақшаларын белгілеңіздер, салыңыздар. Достарыңызды марафонға дейін, осы марафон дей берейікші, марафонға қосыңыздар. 30 күннің ішінде бір 10.000 адам күнде таңертең мына жерде білім алып отыратын дәрежеде болсын. Мен негізі бұл ең оңай тақырыбым қазір айтып жүрген. Ертең настолько мықты тақырыптар айтам, сендер жылайсыңдар кәдімгідей, қуаныштан жылайсыздар. Ағыл тегіл болып мені көргенде алыстан жүгіріп келіп құшақтап, жібермей қолымды ұстап тұрып сөйлесетін дәрежеде боласыздар. Сондықтан сондай керемет энергетикамен сабақ өтем. Баршаңызға рахмет. 30 күн осылай болады, Құдай қаласа. Менде денсаулық болса, амандық болса, ешқандай аяқ астынан проблема болып қалмаса, әйтеуір интернет болып тұрса, свет болып тұрса, сотка болып тұрса деген сияқты осындай факторларға да байланысты әрине. Осыны сол үшін денсаулық тілеп қойыңыздар. Энергиясы көп болсын деп тілеп қойыңыздар. Менің энергиям көп болса, мен халықпен бөлісетін адаммын. Күнде сағат 6-да болмайды. Батыстағылар 5-те ауыз ашып жатады, намаз оқып жатады, дәрет алып жатады. Біз мына жақта сабақ оқыдық, эгоист болып өзімізді ойлап. Ұят қой кішкене. 7-деге идеальный время. 7-тен 8-ге дейін сабақ оқисыз. Бір адамдар 1-2 сағат ұйықтап алғысы келеді деген сияқты. Сондықтан дұрыс түсініңіздер. Баршаңызға рахмет. Скриншот жасап, стористерге бөлісіңіздер. Нұрлан.жанай парақшаларыңызға белгілеп, бізге қатысамыз деп дайректке жазған адамның бәріне біз группаға қосамыз. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, бір 2 сұраққа жауап берейін, сонымен тамамдайық, Құдай қаласа. Мына жақта қойды деймін бір сұрақ.
менің нұрлы жүзімді көріп қойыңыздар дейді. Бір екі сұрақ қойыңыздар, сонымен қоштасайық. Көрдіңдер ғой, мен батыстағы дос ағайындарды да ойлап отырмын. Алматыда отырсам да. Айтпаса өзім қара басымды ойлап 5-те қойып қояр едім. Маған вообще-то 5 удобный. Былшылдар тамақ жеп отырып, деп тиктоктағыдай. Ешқандай ештеңе ажитат етпеңдер. Өздеріңде бірдеңе істеп жатқанда ажитат етпеңдер. Бір басында мақсат қойыңдар, жазып қойыңдар, болды, ұмытыңдар. Ары қарай процесстен кайф алу. Боқ қалғанда оқытып қағазға қарайсың, баяғыда өзім қалаған нәрсе болып тұрды. Күнде ойлап, ана таргетті жібердім, лид түсем екен, лид келді, енді клиентке айналам екен деп күтіп отыра бермеу керек та, жұмыс істеу керек. Енді қиялыңызға 30 күнде сыйдырамыз. Біріңіздің қиялыңызға сыйдырамыз, біріңіздің қалтаңызға сыйдырамыз. Энергияны мен сатамын 1 миллион теңгеден, менен сатып алсаңыздар болады. 1 миллион теңгеден басталады энергия. Бір апталық, бір айлық энергия беремін 1 миллион теңге. Бастарыңа тұз деп қойып аласыздар, жүре бересіздер. Деп. Бір жылдық энергия 10 миллион теңге тұрады. Энергияны қайдан аламыз дейді, бір жерде сатылатын сияқты сұрайсыздар дегенсіз. Сұрақ болмаса онда давайте қоштасайық. Ақша табу, қалай энергия алу барлығын 30 күнде айтамын, жарай ма? Бүгін просто өзім ғана сөйледім, ертеңнен бастап сіздер сөйлейсіздер. Ризамын деген ыңғайлы ма, алғысым шексіз деген сөз бе дейді. Екеуі бір нәрсе ғой, екеуінде айта беріңіз. Жарайды, стористерді қарап жүріңіздер, видеоларды бөлісіп жүріңіздер. Баршаңызға жақсылық, ораза айында тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Бүгінгі сабақ осымен тамам. Эфирді бүгінгі бірінші сабақты сақтап қоям. Бүкіл Қазақстанға таратып бөлісіңіздер. Достарыңыз көрсін, кірсін. Сабақты сақтаймын бүгін. Сабақ сақтайтын қарай алмай қалғандар қарап алыңыздар дұрыстап. Бір күнге сақтаймын.